Сәлеметсіздер ме достар, каналыма қош келдіңіздер. Видеоны толық көрмес бұрын каналыма тіркеле етіңіздер. Ғалымдар бір ай бойы нан жемеудің соңы неге келетінін айтты. Бір ай бойы рационыңыздан нанды алып тастасаңыз, әрине ең алдымен салмақ жоғалтатыныңыз анық. Сондықтан мұндай тәсілге көбінесе артық салмақпен қош айтқысы келетіндер жүгініп жатады. Бірақ нан өнімдерінен үзілді-кесілді бас тарту ағзаға зиян. Медицина консультанты дәрігер Усама Абу Арруб наннан бас тартсаңыз, салмағыңыз азайып, қана қоймай, организмдегі суда азаяды дейді. Себебі ағзаға көмір су аз түссе, бұлшық ет пен бауырдағы гликоген түрінде жиналған энергия қоры жағыла бастайды. Осының салдарынан организмнен артық су шығып, салмақ азаяды. Сондай-ақ тәбет те төмендейді. Оны ғалымдар нанның құрамында болатын рафинатталған көмірсулардың қандағы қант деңгейін бірден көтеретіндігімен байланыстырып отыр. Ондай жағдайда организм оны бірден инсулиннің көмегімен төмендетуге тырысып, нәтижесінде адам қарны ашқанын түсінеді. Ғалымдар наннан толықтай бас тарту организмге зиянды екенін алға тартты. Себебі нанның құрамында болатын тұтас дәнді ұн, магний мен В тобындағы дәрумендерінің және ағзаға қажетті өзге де пайдалы заттардың қайнар көзі екені анық. Сонымен қатар қандағы холестерин деңгейін қалыпта ұстап, жүрек ауруларының, инсульт, семіздік, екінші типтегі диабеттің алдын алуға көмектеседі. Денсаулығыңызды сақтау үшін тек рафинатталған ұннан жасалынатын ақ нанды шектеу жеткілікті көрінеді. Ақпарат ұнады деген ойдамын. Осындай тағы да пайдалы ақпараттарды каналымнан көре аласыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін баса етіңіз.